жылы мен сатамын 5.000 теңгеге. Астынан номер жазып кетемін. Соған төлеп кетіңіздер. Ертең сатуым тоқталады. Тез үлгеріңіздер. Пока. Сағатты көріңізші. Сағат 7 болыпты ғой. Жолда келсем келетін уақыт болыпты ғой. Жұмыртқа бере салайын ба? Тамақ пісіріп еттім ғой. Или заказ бере салайын ба? Не істеймін? Ой, отағасы келіп қалыпты ғой. Ой, отағасы келді ба? Иә, келдім. Сасап келдім. Кешіріп келдім ғой. Жұмыс жасадым. Қатын, тамақ дайында? Отағасы бір жұмыртқа пісіре салсам бола ма? Тұрып бесемін. Түсім ауырып тұр еді. Да, ауырдан тамақ дайын емес па не? Оты алдап тұрсың-ау, астында нені алау? Астықты маған бес, демалайын мен. Жата ойыңыз баяға. Бәле ұрдың, киіп тоқ деп. Асты тауып жатыр десе, не жетпейді деп. Қазір сізге отағасы тамақ пісіріп беремін, дәмді қылып. Ақша таптыңызда маған ақша бересіз ба? Біріне алдым келген. Тамақ пісірмедім де бірін. Сосын саған аста жоқ. Енді мана жұмыртқаны күйдіріп алып жүрдім. Армандап кеттім көп. Туфли алам, көйлек алам. Сізді алып келеді деп, кафеге апарат деп. Қайдағы кафе? Одан да үйдің тамағын дейді та бірде. Не бір үйінсе болып кетті. Нарет бара саламыз, әдемі түрлерді деп алып. Отағасы, наретті киіпсің. Оламам, сестеріне тағып алып тез басында. Отағасы мен дайынмын. Жүріп кеттік кафеге. Оны дайын болдым ба не? Тупыр дайын әдемі тегіп алыптым дейді. Отағасы жолдан гүл алып бересіз ғой да, қайнекті суретке